Саламатсыздар оқушылар. Бүгінгі біздің тақырып 5-ші сынып жай бөлшектерді қосу және азайту. Оқу мақсаты жай бөлшектерді ортақ бөлімге келтіру, бөлімдері бірдей бөлшектерді қосуды орындау, бөлімдері әртүрлі бөлшектерді қосуды және азайтуды орындау. Бөлімдері бірдей бөлшектерді қосу. Бөлімдері бірдей бөлшектерді қосқанда, олардың алымдарын қосып, алым етіп жазып, сол бөлімнің өзін қалдыру керек. Мысалы, 11-ден 6 қосу 11-ден 2 тең болады 11-ден 8. 9-дан 7 қосу 9-дан 2 тең болады 9-дан 9, яғни 1. 20-дан 5 қосу 20-дан 7 тең болады 20-дан 12. 100-ден 9 қосу 100-ден 11 тең болады 100-ден 20. Бөлімдері бірдей бөлшектерді азайту. Бөлімдері бірдей бөлшектерді азайтқанда, азайғыштың алымынан азайтқыштың алымын азайтып, алым етіп жазып, сол бөлімнің өзін қалдыру керек. Мысалы, бір тәтті нан тең 8 бөлікке бөлінген. Бір тәтті нанның 8-ден 5 бөлігінен 8-ден 2 бөлігін азайтсақ, оның қандай бөлігі қалады? 8-ден 5 азайту 8-ден 2 тең болады 8-ден 3. Келесі оқушылар, бөлімдері әртүрлі бөлшектерді қосуды қарастырайық. Ол үшін бөлшектерді ең кіші ортақ бөлімге келтіру керек. Содан кейін бөлімдері бірдей бөлшектерді қосу ережесі бойынша қосу амалын орындау керек. Мысалы, 12-ден 5 қосу 15-ден 7 қосындысының мәнін табайық. Ең кіші ортақ еселік 12 мен 15 санына 60. Демек, бұл жерде бөлім 60 болады. 60-ты 12-ге бөлеміз, 5 шығады, алымын 5-ке көбейтеміз. Алым деп отырғанымыз 5. 5-ті 5-ке көбейтсек 25. 60-ты 15-ке бөлеміз, 4 шығады, 4-ті 7-ге көбейтеміз, 28 шығады. 25-ке 28-ді қосамыз, алымы 53 болады, бөлім 60. Яғни есептің жауабы 60-тан 53. Енді бөлімдері әртүрлі бөлшектерді азайтуды қарастырайық. Бөлімдері әртүрлі бөлшектерді азайту үшін бөлшектерді ең кіші ортақ бөлімге келтіру керек. Бөлімдері бірдей бөлшектерді азайту ережесі бойынша азайту амалын орындау керек. Мысалы, 12-ден 7 азайту 9-дан 2 айырмасының мәнін табайық. Ең кіші ортақ еселік 12 мен 9 санына 36. Бөлім 36-ға тең. 36-ны 12-ке бөлсек 3. Алымын 3-ке көбейтеміз. Яғни 7-ні 3-ке көбейтсек 21. 36-ны 9-ға бөлеміз. 4 шығады. Яғни алымды 4-ке көбейтеміз. 4-ті 2-ге көбейтсек 8. 21-ден 8-ді аламыз. 13. Бөлім 36. Айырманың мәні 36-дан 13-ке тең болады. Ал енді оқушылар, бүгінгі сабағымыз бойынша бекіту тапсырмаларын орындайық. Ауызша есептеу. Қане балалар, тапсырманы кім бірінші жылдам орындайды? Жарайсыңдар оқушылар, енді дұрыс жауапқа назар аударайық. Оқушылар, келесі тапсырма бізде математикалық диктант. Дұрыс жауаптарына назар аударайық. Бірінші, бөлімдері бірдей бөлшектерді қосқанда, алымдарын қосып, алым етіп, бөлімдерін өзін қалдыру керек. Екінші, бөлімдері бірдей бөлшектерді азайтқанда, азайғыштың алымынан азайтқыштың алымын азайтып, алым етіп жазып, сол бөлімнің өзін қалдыру керек. Үшінші, 5-тен 3-ке тең болады. Оқушылар, бүгінгі біздің жай бөлшектерді қосу және азайту тақырыбындағы сабағымыз аяқталды. Назарларыңызға рахмет, сау болыңыздар.